Операциялық жүйелер, компилятор, өз ойының, сервер. Маған C++ қызық, және де мен осы видеоны аяғына дейін көремін. Сәлем әлем, C++ үйренетін бірінші бөлімде біз бағдарламасымен айналыспаймыз. Біз C++ не үшін керек, жалпы қызметін жайлы атап өтеміз. Ал екінші бөлімнен бастап біз бағдарлама ісіне кірісеміз. Жалпы C++ көне тіл. Ол 1985 жылы шыққан. Оның иесі Сізде неге мен көне тілді оқиын деп жатырмын, неге оны үйрену керек секілді сұрақтар пайда болатын шығар. Себебі көптеген адамдар оның мүмкіндіктерін түсініп, оны ары қарай қолдап көмектесті. Міне осы көмектің арқасында ғана осы C++ бізге жетіп, біз соны қолданып отырмыз. Және де өте кеңейген мүмкіндіктермен. Ал егер ешкім назар аудармай бұл сол жерде қалса, онда бұл дамымай, біз қазір бұл туралы білмейтін едік. Онымен қоса C++-ның мүмкіндіктері және де қандай ойындар жасалғандығы туралы біз ойын жасау туралы видеода айтқан болатынбыз. Сілтеме осы видеоның астында. Біле білсеңіз, компьютерлар C++ тілінде сөйлемейді. Олар тіпті түсінбейді де. Осы кезде бізге көмекке компиляторлар келеді. Компилятор дегеніміз былай айтқанда аудармашы. Әр құрылғы өз тілінде сөйлейді, сондықтан да компилятор C++ кодын аударып, әр құрылғыға, мысалға Toshiba-ға өзінше бөлек аударып, соған түсіндіреді. Сөйтіп процессор соны орындай бастайды. Әйтпесе ол кәдімгі C++-ның өзін түсіне алмайды. Ал компилятордың өте көп түрі бар. Мысалға, мынау cpp.sh немесе cpp shell, C++ shell. cpp дегеніміз ол C++-ның форматы. Сонымен, бұл онлайн компилятор. Демек, бұны жазып алудың керек жоқ. Міне бәрі тұр, наяқта. Дайын программа тұр, мысалы программа, example program. Сонымен бұны жүгіртсек, міне, what's your name дейді. Біз жазамыз, Шыңғыс, hello Шыңғыс. Көріп тұрғанымыздай, бұндай тағы түрі бар. Жай ғана интернетке онлайн C++ компайлер дейміз. Болды. Міне шығады бізде кәз. Міне онлайн КБД, міне C++ жағы біздің не? cpp.sh, міне. Сол. Енді офлайнға көшейік. Көріп тұрғанымыздай бұның көп түрі бар мені. List of compilers. Арнайы осындай арналған компиляторларға бөлек мақалар жазылған. Осының ішінен мен ең ыңғайлысымен тегіндеріне тоқталайын. Міне, ол DevC++. DevC++ өте ыңғайлы, мен бұрын қолданғам. Сонымен бұны сілтемесі осы видеоның астында болады, ойындамаңыз. Download жаза бересіз. Онымен қоса CodeBox. Бұның CodeBox-дан айырмасы, CodeBox-ның өзінің сайты бар. Онымен қоса бұл Fortran, ғалымдар жазатын тіл C-ді қолдайды. Ал DevC++-ның өзінің сайты жоқ, бірақ SourceForge деген ол тексерілген, ойындамаңыздар. Сонымен CodeBox-та тура осындай, бірақ DevC++ ыңғайлырақ шынымен айтайын. Мүмкін сізге басқаша болуы шығар. Осымен бұлар былай айтқанда жаңадан келгендерге де, онымен қоса былай тәжірибесі бар жандарға да арналған. Ал тәжірибесі бар жаңаларға арналмаған ол Microsoft Visual Studio. Не үшін бұл жаңадан осы салаға келгендерге арналмаған? Себебі бұнда барлық библиотекалар қамтылған, кітапхана деген ыңғайсыз естілетін шығар. Сөйтіп сіз оңай шатасып түсінбей қалуыңыз мүмкін. Ал бұларда өйтіп сізді былай айтқанда түрлі қиындықтар салып тудырмайды. Ал Linux қолданушылары сіздер еш қиналмай жай ғана how to install, мысалға міне how to install дейсіз, қалай жазып алам. Мысалы CodeBox немесе DevC++, сосын on өзіңіздің Linux-ыңызды. Мене мысалға Kali Linux. Сөйтіп мұны қараймыз мысалға наяқта жазған CodeBox туралы. Кіреміз. Менде мысалға Debian. Мен installing CodeBox, nightly build on Debian. Міне.
Сөйтіп аламыз да мыналарды жай ғана копировать ставить дейміз. Бұны мына жаққа істейміз. Міне аламыз да. Мынау табылмады. Үйтіп жазса болады негізі. Немесе сіздер бақытты жан болғандықтан жай ғана блокнот ашып gedit дейсіз да. Ашылды gedit. Енді қараңыз. Шетінде астында plain text тұрады. Демек бұл жай ғана мәтін. Басасыз. Жүргізесіздер ғана C++ тұрады. Басасыз. Сөйтіп жаза бересіз. Мысалға міне көріп тұрғаныңыздай бәрі дұрыс. Сөйтіп сақтайсыз. Ол ал осы видеодан бөлек сіз мен ұсынған екі сайтты көре аласыз. Біріншісі c++.com сайты, екіншісі learncpp.com сайты. Уайымдамаңыз, барлық сілтемелер осы видеоның астында. Ол сайтта түрлі мақалалар жазылған, әрине ағылшын тілінде. Сөйтіп танысып оқып, өзіңізше зерттей аласыз. Екінші бөлімге кіріспес бұрын бұл бөлімнен қандай қорытынды шығарса болады. C++ ең керемет және де ең күшті құрал болып табылады. Сонымен қатар C++-да біз өз ойынымызды жасай аламыз. C++да жасалған бағдарламалар кішкене басқаларына қарағанда оптимизация жағынан өте дамыған. Онымен қоса егер сіз ағылшын тілін оқысаңыз, кәдімгі C++ сияқты. Қарап көріңізші өзіңіз, сенбесеңіз. C++да осы видеоның басында айтылған 4 зат қана емес, олар ойын жасау секілді. Басқа да Android-қа да өз бағдарламаңызды жасай аласыз. C++ керемет таңдау. Онымен қоса мен осы жайға бір өзімнің пікірімді немесе ойымды қалдырғым келеді. Мысалға орыстар C++ дейді, ағылшындар C++ дейді. Қазақтар C қосу десе ыңғайсыз естеді, әрі қиын. Сондықтан да C қос десекші, ол қалай болады? C өте ыңғайлы. С-мен аяқталады, плюс сияқты. Әрі тез айтылады, ауызға да ыңғайлы, оңай, жеңіл. Егер сізге осы ой ұнаса, онда міндетті түрде осы туралы комментарийға жазыңыз. Ал осымен видео аяқталады. Уайымдамаңыз, барлық сілтемелер осы видеоның астында. Екінші бөлімде көріскенше.